Біздің 5-ші өніміміз шоланда қан тазалау өнімі. Адам денесіндегі қан тамырларға келсек, адам денесіндегі қан тамырлар айталық вена тамыры, артерия тамыры және ұсақ қан тамырларды қосқанда жер шарын орауға да жетеді десек те болады. Қазір жүрек ми қан тамыры аурулары, жүрегіне көпір салдырып, тіреу қойдырғандар, миға қан құйылуда салданған науқастар, қан тамыр тосылған науқастар, қан жабыспақтығы жоғары науқастар өте көп. Солай шығар. Міне осы науқастардың бәрі қан айналысымен тікелей байланысты. Ендеше біз көпшілікке бұл шөланды өнімінің құрамында қандай қосылыстар бар екенін таныстырып өтейік. Оның құрамында ноқат, меңірие шөбі, үрме бұршақ, жүгері шашағы және жауынқұрт белоғы қатарлы асықтықтар мен өсімдіктерден алынған дәрумендер бар болып, сатылы сұрыптап алу техникасынан пайдалана отырып жасалған өнім. Естеріңізге сала кетейік. Көпшілік білетін болар. Шипаханаларда бір румшөшен деген өкіл бар. Соған ұқсас біздің бұл өнімде қан ұйығын жібітетін өнім. Айталық шипаханада румшөшенді тамырдан қойғанында тез өнім береді. Оның ролы румшөшеннің өнімінен 19 есе жоғары. Ол біздің денемізде 8-16 сағат бойы қан ұйығын ертеді. Ол алымен қандағы май құрамын төмендетеді және қанның жабысқақтығын төмендетіп қанды сұйылтады. Оны 2-3 ай пайдаланғаннан кейін мейлі сізде қан жабысқақтығы, қан тамырыңыздағы тосылу қаншалықты ауыр дәрежеде болса да өнімін көре аласыз. Біз осы өнімді пайдаланған көптеген науқастардың біреуін мысалға алып айтар болсақ, Шинжаңның Шықызы қаласындағы бір 70 жас мөлшеріндегі қария шипаханаға барып тексерілгенде, ми жүрек қан тамырлары тосылған, қан тамырының тосылу дәрежесі 90% жеткен. Соңында ол қария біздің шөланды өнімін 2 ай айналасында тұтынып шипаханаға қайта барып тексерілгенде, қан жабыспақтығы, қан тамырының тосылу белгілері жоғалып, нәтижесі сау адамдармен бірдей болып шыққан. Небәрі 1-2 ай ішінде бүкіл денедегі қан жабыспақтығы аса ауыр дәрежеге барған болса да, бейне таза судай мөлдір етіп өзгерген. Яғни бұл өнім біздің бүкіл денеміздегі қанды тазартып қана қоймай, қандағы май құрамын және бүкіл қан тамырларымыздағы ұйыған қандарды жібітеді. Және қан тамырда болатын түрлі ауруларды емдейді. Әсіресе жүрек ми қан тамырлары тосылу қатарлы науқастарды емдеуде өнімі көрнекті. Жайшылықта біздің ата-анамыз өмір бойы бала үшін, біз үшін де өмірдің неғейлі жапасын көреді. Егер біз ата-анамызға осы өнімді тарту ететін болсақ, ол кісілерге денсаулық сыйлаған боламыз. Бәріміз білеміз, көп санды шарт жағдайы жақсы адамдар қан алмастырып жатады, қан тазартады. Денесіндегі қанды сордырып, тазартып, қайта денесіне құйдырады. Бұған аз ақша кетпейді. Аз болғанда неше 10 мың, тіпті бір қанша 100 мың юан жұмсауға тура келеді. Сондықтан бұл жай бұқараның қолы жете бермейтін нәрсе. Ал бұл істеген күннің өзінде де сіздің мәселеңіз түбегейлі шешілмейді. Мейлі сіз қанша қан алмастырсаңыз да, қаныңызды қанша тазарсаңыз да, сол қаныңызды денеңізге қайта құяды. Бұл сіздегі басты мәселені шешпейді. Бәрібір науқасыңыз қайталайды. Ал біздің өнім болса мәселені түбірінен шешеді. Қан тамырыңыздағы қан жабыспақтығын жиналған лас заттарды, уыттарды, ұйыған қандарды жібітіп отыратып, үлкен кіші дәрет және тер арқылы сыртқа шығарады. Бәлкім сіз мұны шипаханаларда қан ұйығын ыдыратуға қоятын әлгі организа секілді деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ бұл өнімнің әсері одан да жақсы. Өйткені ол мәселені түбірінен шешетіндіктен, денеңіздегі қан күннен күнге тазарып, күннен күнге жақсара түседі. Көңіл күйіңіз көтеріліп, өң әлпетіңіз жақсарып, денсаулығыңыз күннен күнге қалпына келіп сергей түсесіз. Өйткені қаныңыз тазарғандықтан, миыңыздың, жүрегіңіздің қанымен қамдалуы жақсарады. Дұрыс емес пе? Қан айналасыңыз жақсарса, ішкі органдарыңыздың ауыртпалығын да жеңілдеткен боласыз. Ми қан тамыры, жүрек қан тамыры тосылған науқастарда мұндай жайттар жиі кездеседі. Өйткені бәріміз білеміз, біздің миымыз бен жүрегіміздегі ұсақ қан тамырлар шаштан да жіңішке болатындықтан оңай тосылады. Ендеше сіз қанымды тазартамын дейді екенсіз, алдымен қандағы жабыспақтығын, қандағы май құрамын емдетуіңіз керек. Ең бастысы алдын алу аса маңызды. Сіз ми қан тамыры тосылу, жүрек қан тамырлары тосылуынан жоғары қан қысым, қан құрамы қатарлы науқастардың алдын аламын десеңіз, осы өнімді пайдаланыңыз. Бұл өнімнің базарын көретін болсаңыздар, Жапон, Корея, Еуропа қатарлы мемлекеттерде әлдеқашан сатылымға шыққанына 20 неше жыл болған. Бұл өнім біздің жұмғылықтар үшін алғанда биыл базарға шығара салысымен бүкіл халықтың разылығын алатыны даусыз. Ол науқастардың шипаханадағы тар төсекке таңылуын алдын алады. Әке-шешеңіздің денсаулығы күннен күнге жақсарып, ұйқысыздық,
әлдермен құру қатарлы массыздықтан құтылып, жүрек, ми қан тамыр ауруларынан алаңдамайтын боласыз. Сондықтан көпшілік біз өтірік айтып отыр деп ойламаңыздар. Өйткені неше мыңдаған науқастар бұған мысал бола алады. Джинмудың өніміне жолыққаным тәлейімнің жанғаны деп ойласаңыз болғаны. Әрқандай өнім қаржылық өнім бола бермейді. Сондай-ақ әрқандай өнім 300-дің бірге қатынасы техникасымен жасала бермейді. Сапалы әрі қауіпсіз өнім болғанда ғана бұқараның кейінгі және көз алдағы мәселесін шешуге болады. Жарайды. Бұл өнімді таңдағаныңыз, зор байлыққа кенелгеніңіз. Сіздерге зор денсаулық тілеймін.